Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге миксерсіз жасалатын өте оңай бананды пирог рецептімен бөлісемін. Өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен ыдысқа бананды бөліп саламыз. Мен 2 штук банан алдым. Осылай вилканың көмегімен езіп аламыз. Езілген бананның үстіне жұмыртқа саламыз. Қант қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді 4 ас қасық сұйық май саламыз. Тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Қопсытқышымызды алып, ұнымызға 2 шай қасық саламыз. Жарты шай қасық корица және ас содасынан шай қасықтың 3-тен 1 бөлігінде етіп саламыз. Енді барлығын араластырып, електен өткізе отыра қосып шығамыз. Барлығын бірден салмаймыз. Алғашқы бөлігін салған соң осылай араластырып аламыз. Енді қалған бөліктерін салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бізде пирогымыздың қамыры осылай болып шығады. Үстіне жаңғақ немесе шоколад қосып араластырып жіберсеңіздер болады. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 40 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан ағаш таяқшамен тексеріп көріңіздер. Пирогқа салып көрген кезде құрғақ болып шығу керек. Үстіне осылай сахарный пудра сеуіп жіберуге болады. Пирогымыз дайын, қазір кесіп көрсетемін. Осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін.